студияда Тілеужан Сая. Бүгінгі күнгі жаңалықтар Қызылорда қаласындағы 3-ші IT мектеп лицейінің жас ұстаздарының білім саласындағы және қоғамдағы жетістіктері туралы болмақ. Жас ұстаздардың білім саласындағы жетістіктеріне қысқаша аңдатпа. Мұғалімнің мұғалім екендігі оның әрбір бәйгеге түскендегі жеңістерімен еселенеді. Сол секілді нөмірі 3-ші IT мектеп лицейінің жастары да өз биіктерінен түспей, әр бәйгеде орын алып келеді. Солардың бірегейін назарларыңызға ұсынамыз. Қашықтықтан оқыту кезінде жас мұғалімдер заман талабына сай оқушыларға деген білімді жан-жақты түрлі платформаларда игерту жолында қарқынды дамытып келеді. Осыған дәлел мектебіміздің жас маманы биолог Жылқаев Асқар өзіндік тәжірибесімен түрлі платформаны қолдану арқылы оқушыларға сабақты жеңіл әрі түсінікті игеруін көрсетті. Сонымен қатар білімді ұрпақ болашақ жаршысы деген ұранды ұстанатын біздің жас ұстаздарымыз ерікті түрде мектептен тыс оқушылардың білімін жетілдіруге өз үлестерін қосты. Әлемдік пандемияға байланысты Қазақстанда оқушылар алғаш рет қашықтан білім алуда. Осындай сын сағатта біз жас мұғалімдер қолымыздан келгенше көп бала отбасында тұратын оқушылардың білім алуына және де жаңа технологияларды меңгеруіне жәрдемдесудеміз. Онлайн оқытуда психологиялық қолданудың орны бөлек. Осы орайда мектебіміздің психолог маманымен бірге отырып, әріптесімізбен жас ұстаздарға арналған психологиялық тренинг ұйымдастырылды. Патриоттық сезім әрбір жанның жүрегінде болуы керек. Сол бағытта мектеп жастары қала тазалығы өзімізден басталады атты ұранмен үлкен саябақтарды жинастыруға өз үлестерін қосуда. Біз қоғамда экологиялық құндылықтарды орнықтыруға үндейтін Бірге таза Қазақстан экологиялық акциясын жүйелі түрде туған қаламызда Бірге таза Қызылорда айдарымен өткізуге атсалысудамыз. Осыған орай Серғали Толыбеков атындағы нөмірі 3-ші IT мектеп лицейінің ерікті жастары қаламыздың тазалығын басты назарға ала отырып, қаламыздың көркеюіне зор үлесін қосуда. Тоңып қалдым, бош маңдайым сұқпады. Еріктілер жылы және 1 наурыз алғыс айту күніне орай шын жүректен алғыс айтамын атты барлық білім беру ұйымдарында кіші қызметкерлерге жәрдем беру акциясына орай бүгін 3-ші IT мектеп лицейінің жастары кіші қызметкерлерге көмек көрсетті. Қарттарым асыл қазынам. Қарт кісіге көмек беру әрбірімізге парыз. Қарияларымызды қуантып, көңілдерін бір көтеруді мақсат ететін қарттар күні де жақындап қалды. Осыған байланысты мектебіміздің ерікті жастары көп балалы әрі қарт әжесі бар отбасыға көмек беріп келеді. Есік алдының ауласын тазартып, көше бетті жиыстырып, көмектерін аямады. Бір адамға 3 тегін маска. 3-ші IT мектеп лицейінің жастары бетперделерді тегін таратуға кірісті. Жаныңдағыларға жылу беру акциясы. Мектебіміздің ерікті жастары қаланың көшелерінен жүріп өтіп, жылынғысы келген тұрғындарға және аула сыпырушыларға тегін ыстық шай таратты. Қайырымдылық адамның көмекке шын мұқтаж жандарға қол ұшын соза білетін ең асыл қасиеттерінің бірі. Айналамызға мейірімділік таныту адамгершіліктің бір бейнесі. Осы мақсатта мектебіміздің ерікті жастары жалғыз басты ана мен аз қамтылған отбасыларға азық-түліктен көмек беріп, аналардың ақ тілектерін алды. Не берсең де балаға бер, бала үшін жаса деген халқымыздың игі сөзін ұстана отырып, қайырымдылық мақсаттағы жұмыстарымыз одан әрі жалғасын табады. Ғылыми кітаптардан бөлек ішкі дүниені байытатын ұлы Абай атамыздың жас ұрпаққа өсиет еткен қара сөздері мен кітаптары. Мектебіміздің жас мұғалімдері кітапханаға жиі барып, оқыған кітаптарынан түйгенімен бөлісіп, білім нәрімен сусындайды.
Сәлем берді құрметпен баршаңызға, бағалайтын саралап алғаңызға. Үшінші айти мектеп лицейдің атынан біз кеп тұрмыз ортаңызға. Шәкірттері сайыста дара келген, ұстаздарымыз мектепке жаңа келген. Тілдесеті жараса, бала менен балаша, мұғалім біз тамаша. Әрқашан ашылған көңілдің Мүмкіндігі шектеулі жандарға арналған оңалту орталығында да жас мамандар орталық қабырғаларына көрнекті суреттер салды. болған шыңыз қара. Еңбектің жолында қосылған бастары.